Құрметті оқырман, сіздердің назарларыңызға Ілияс Жансүгіровтің эпикалық дастандарының бірі «Қолбала» поэмасын ұсынамын. Ілиястың қасында жүрген Ғали Орманов «Қолбала» поэмасы туралы былай деген екен: «Қолбала дастаны Ілиястың тырнақ алды шығармаларының бірі. Бұрын біздің орталық баспаларда жарияланбаған еңбек. Ақынның алғашқы шығармаларының бірі болса да, ақынның өзіндік өрісін айқын танытады. Журналда жариялау өте орынды деп білемін» дейді. Ілияс Жансүгіров қазақ өлеңінің көшбасшыларының бірі. Көп дауысты, алуан сазды қазақ поэмасының қорының ішінен Ілиястың дауысы айқында асқақ естіледі. Өзі әнші, өзі ақын Ілиясты Қолбаланың тағдыры бейжай қалдыру мүмкін емес еді. Оның әншілікті жоғары бағалаған, әділдікті ту еткен, өнерді киесіндей көріп таныған шығармасы Қолбала поэмасы. Ілияс Жансүгіровтің «Қолбала» поэмасы былай баяндалады. Солтанай деген кейіпкердің 3 баласы болады. Қангелді деген баласы дүниеге келгенде қан уыстап туады екен. Қангелді өсе келе ұрлық пен жаманшылыққа үйір болады. Істеген ісі ұрлық, жасағаны жаманшылық болған Қангелдіге ел арасында қой деп айтар жан табылмайды. Сол Қангелдімен бірге өскен қара көз, ақ құбаша жетім бала болады. Есімі Қолбала. Ерлік пен шешендікті қатар ұстаған Қолбала қол-аяғы балғадай жауырынды жігіт болып өседі. Әрі өзі әнді құбылтып айтатын әнші, өлеңші жігіт болады. Жасынан әділдікті ту еткен Қолбала Қангелдіге ұрлық қылма, ұрлық түбі қорлық дейді екен. Содан Қолбаланы барлық ұры атаулы жек көреді. Түсінде әлгі ұрылар жиналып оны итке талатып жатыр екен. Түсінен шошып оянған Қолбала үш қайнардағы Бәйкен деген көріпкелге барады. Көріпкел Қолбаланың тамырын ұстап, құмалағын шашып былай дейді: «Шырағым, көзіңе болашағыңды көрсетіпті, сақ болып сақтана жүр» дейді. Қатты шошыған Қолбала «Құдай сақтай көр» деп шошып еліне аттанады. Бұдан кейін шығарма қалай аяқталады? Қолбаланың тағдыры не болмақ? Әпер бақан ұрылары ұстала ма? Осы сұрақтарға жауап алғың келсе, Ілияс Жансүгіровтің «Қолбала» поэмасын оқуға шақырамын. Мен де оқыдым, сіз де оқыңыз.